Tağdırın ұқсас өзелмен, түтіннен бұлттары тарайтын, тезектің шоғын көзіңмен, табаға сән деп қалайтын. Ол кезде мүлде бөлек, ол кезде мұнда бүтін мұң, иесі қандай керемет, тезектен шыққан түтіннен. Жиі қонатын, сөнбейді мәңгі санағым, керемет дәмді болатын, анашым жапқан табаным. Көктемі көрген жазы бақ, сағынам сол бір таң нұрын, кезектен қалған ажырап, табанам менің тағдырым. Көктемгі күндей жаңбырсыз, мұңайнан кейде аздырап, бізде бір бейбақ тағдырымыз, ауылдан қалған ажырап. Дүние түгіл балқидан, шоғылар шашып далынан, сағыныш иісі аңқидан, анамның табанынан. Шаттықта жиі қонатын, сөнбейді мәңгі санадым, керемет дәмді болатын, анашым жапқан табаным. Анашым жапқан табаным. Bakın, kul kosarsın mı? Banyodan geliyor. O kıdırım, tomo cüzlerim, tiyek uzay. Кейін тұрып күтіп тұр ол жақта. Кейін тұрып күтіп тұр. Шағын. Кейін тұр. Атамыздың жолын баршамызға нәсіп етсін енді. Шынында да жүзден асыңыздар, Құдай қаласа шөбере шөпшек сүйіңіздер. Ал енді ардақты ағайын, олай болса керемет кешімізді әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті қонақтар, сіздерден үлкен өтініш. Мына тойымыздың төртінде жаңадан бері айтып жатырмыз, апамыз күнде 80-ге толып жатқан жоқ, 80 жас той жасап жатқан жоқ. Сондықтан мына бәріміз кішкене сабыр етіп, осы бір тойдың аяғына дейін отыруларыңызды сұраймыз. Әрине, тойымыздың аяқ жағында әлі де немере шөберелерді тілек айтады, осыны тыңдайық, құрметті қонақтар. Ал қазірше ортамызға мына бүгінгі керемет кешіміздің қадірлі қонақтары қыздар мен күйеу балдар дейді. Жібек әпкеміз бастаған Гүлжамал әпке, Сүндет Замира, Полат Гүлнара, Дүйсебек Роза, Қанат Забира, Қайрат Гүлмира, Айгүл Жанар, Берік Динара бастаған, және де жиендер келіп қосылса Тәңір Гүлайым, Қыздар Гүл, Марат Бақытгүл, Мұрат Забира, Бекболат Ақмарал, Биболат Перизат, Күлайхан ағапелеріміз бастаған жиендер келіп қосылыңыздар. Сондай-ақ дәл осы тілекпен Бибайша апамыз, Асылхан Маржан, Ханзия Сәндіғыз, Бақытжан Күләш, Шолпан апаларымыз бастаған, әпкелеріміз бастаған Нарқыз, Ержан Асия,
Полат, Салтанат, Қайрат, Гүлмира қапкелеріміз қанекей ортаға келіп қосылыңыздар ағайындар. Келіңіздер ортаға билеп шығайық, құрметті қонақтар, тойымызды бий қылайық. Басты-басыларымыз тілек айтып, биімен талғайық, тойымызды болсын. Құрметті ағайындар келіңіздер, әпке-шешелер келіңіздер. Көргенде сені қысталам жаным, не керек саған осының бәрін, өзіңше болып қинайсың мені, сенікі жайма көзің апа. Қызық екенсің, мен қызығып жүрсің, бозық екенсің. Қызық болсаң да, сұлулардың жаным жүзің екенсің. Қызық екенсің, мен қызығып жүрсің, бозық екенсің. Қызық болсаң да, сұлулардың жаным жүзің екенсің. Басымнан менің таймашы бағым, уақыт бар әлі қайдасы қамым, өтпелесіңді. Рахмет, қанекей ортаға жақында, құрметті ағай, туыс бауырлар, әпке-шешелер, жиендер келіңіздер. Мынау тұтқасы берік, бірлігі бекім, ынтымағы жарасқан, барша ағайындар көргенімізге қуаныштымыз. Той құтты болсын әрине. Апамыздың жасын баршаларыңызға нәсіп етсін. Келіңіздер, ортаға жақындай, ортаны толтырайық, қанекей ортаға жақын тұрсаңыздар, ағалар, әпкелер. Қанекей ортаға жақындап, бір үйдің баласындай, бір жеңнің сағасындай болып, мына шынында да сондай бір татулығы жарасқан әулет екенімізді тағы бір көрсетіп қойыңыздар ағайынға. Келіңіздер, той құтты болсын. Рұқсат болса енді қайсымыздан бастаймыз? Келіңіз, көке. Той құтты болсын өзіңізден. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат, құрметті жақсылар. Мына бүгінгі 80 жылдық мерейтой құтты болсын. Алтыннан ардақты, күмісте салмақты, аса қадірменді, аса құрметті әпке. Мынау туған күніңіз, 80 жылдық мерейтойыңыз құтты болсын. Жасыңызға жас қоса беріңіз. Алла тағала ұзақ ғұмыр берсін. Ұл қыздарыңыздың арасында қажымай, қартаймай, аман есен жүре беріңіз. Соған тілектеспіз. Мынау жейсе, мына бүгінгі туғанымыз құтты болсын. Мына үлкендерде жас келіп қажырды ғой. Құлақ қастамыз періште құлағына шағынып, орында ойласын. Мына балдарға, қыздарға, мына келіндерге үлкен рахмет, осылай үлкен той жасап беріп тұрмын. Осылардың алдында ойнап күл жей беріңіз. Шаңырақтарыңызда той болсын. Көкеме жеңіз аман есен, осылар қылысы күле беріңіз. Біз қосылыңыз, жастықтарыңызда қуаныштарыңыз тілешіп жүрейік. Той құтты болсын. Той жақсы өтіп отыр. Рахмет. Туған туысқандарына бүгінгі тойды күреп өтіп жатқан той құтты болсын бәрімізге. Кеше мына 80 жасқа толғанымыз құтты болсын. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Мына көкем менің әкеммен аттастырған. Жаңа өзінің інісін туған інісіне күйеу жолдас болып мені алып берген еді. Сол жастық шағымыз есімізге түсіп, бір жасап жатырмыз. Сіздің жолыңызды берсін. Әдемі қартаюды нәсіп етсін бізге. Еліміз сау болсын. Күліп ойнап, осындай тойларда басымыз қосылып жүре берсін. Мына көкеміз аяғынан тұрып, костюм шалбар алып келіп ем, соны табыс етіп, ертең аяғынан жүріп, сол костюм шалбарды көшеге киіп шықсын деген тілектеспен әлі отырмын. Құрметті қалайық, ағайын, туыс, жекжат, жырат,
бауырларым, құдалар, қош келіпсіздер бүгінгі мынау менің жеңгемнің мерейтойына. Керемет той болып жатыр, өте қуаныштымын. Менің жеңешем, алтын жеңешем. Өмірімізде біздің атымызды атамаған. Нұржамал ерке қыз, мен кішкентай қыз. 63-ке таяндым, мен әлі кішкене қыз дейді. Түйедей қылып. Бақытжанды Айдан дейді, Арыстан марқұм ағамды ерке бала дейтін, мырза бала дейтін тұғын. Бәріміздің Әмірхан марқұмды әмен дейтін тұғын, барлығын ешкімнің атын атамаған. Зәбен, Рохан деп бәріміздің атымызды атамаған. Самое главное, слушайте, өмір мен Замираны обижать етем ғой, Замира менен кіші 8 ай. Бірақ ана долы ғой, ана менің айтқан указаниямы көнбейді. Замираны мен талдырып тастайын, бір рет сен менің қызымды ұрасың демеген ғой. Өмір бақи. Сол анамнан кейінгі анам, жеңгетайым, алтын жеңешем. Туған күніңіз құтты болсын. Мынау керемет басымызды қосып, барлығымыздың кішісі бар, үлкені бар, бәрін басын қосып, осы тойлап жатырмыз. Өте қуаныштымын. Менің ағам қандай жағдайын жасап, бұл кісі өз сондай көп қызмет етіп жатыр. Махаббат қой ол, махаббат. Махаббат болмаса ондай жағдай болмайды. Жақсы көреміз сізді, бәріміз жақсы көреміз. Сондай сыйлап. Көп сөйлет деп ойламаңыз, мен мұғалім болмасам да мұғалімді бітірген едім, мен әкеміз көптеу сөйлейтін негізінде. Сол жақсы көргеннен кейін қандай жақсы сөзімді таба алмай тұрмыз, шынымды айтсам. Кішкене орыстау болып кеткен едім. Я вас люблю очень, очень. Низкий поклон. Анамнан кейінгі анам, сіз аман болыңыз. Енді қазір менде ассалаумағалейкум. Обычно осындайда ақ орамал жауады, ақ орамал басында бар ғой. Мен бар ғой, қызыл қалатпен қызыл орамал әкелдім. Әлі жас болып жүре тұр деп. Молодец, оратор ғой бұл кісі негізінде. Мына Асаба Жолдасовна, рахмет сізге мырза. Сіздің арқаңызда осы той керемет өтіп жатыр. Жабығын жауа берсін. Мына құлдан да бір өсиет деген сияқты ағайын туысқан, нағашы, жора жолдас, жиендер сөйлеп жатыр. Күйеу балдардан бір сөйлесінші. Дегенше бұл жерде аман есен қалғанымыз, пока тіріміз, екеуміз мына жерде қалған. Біз енді үлкені бар еді. Сенде кейін бол. Біздің үлкені бар еді. Асаба мырза. Үлкендері өтіп кетті өмірден. Одан кейінгі қалған бізге екеуміз бе, үшеуміз бе, төртеуміз қалған. Енді ана балдыздарымыз айтады, қошқардай ғой, балдыздарым айтады, ендігі кезек үлкені. Тыңдасаңшы еді. Сіз де тыңдатып тұрмыз. Ендігі кезек сенге дейді маған. Мен айтам, бір Алланың қолында ол дейді, кімдікке келді. Сол жақта қағамызда төртеу. Мінекей керемет той өтіп отыр. Рахмет сіздерге. Мынау Арыс өңірі әлемге аты шыққан өңір ғой негізінде. Батыр да шықты Арыстан, спортсмендер шықты, ұрығар да шықты, бәрі шықты, әнші де шықты, Арыс керемет. Мынау сол шәуілдерден келіп нағашылар, сіздерге рахмет. Ат келіп келдіңіздер. Өмір жасы ұзақ болсын, құдаларға рахмет сондай. Мінекей бүгін мынау апамыздың апа менің сол сияқты дүние деген қолдың кірі дейді, дүние деген жаман. Осы кісінің жасын берсін бәрімізге. Сіз тыңдасаңыз, не болды? Сіздегі біреуге подарок беріп жатсыз, чек қарап жатсыз, біз еқпай қарқамыз бе? Сізге подарок беріп жатқан жоқ қой. Сол сияқты мінекей төрт бажамыз біз, аман есен болайық бізде. Мінекей апамыз 80 жасқа келіп жатыр. Тыңдамайды ғой, бізге не керек? Осы кісінің жасын берсін сіздерге, бәрімізге де Құда қаласа. Аманшылық болсын. Және де сіз ойынды өте келмесін, ю деген. Мына кісімен бір келін, осының келіні менің қарындасым болады. Мен күйеу аламын, ол осы келін. Ё деген келген, елочка дейді ғой. Ол кісі бұны сыйлап бере салды. Әйтпесе бұл кісінің әні бар еді. Ёп твою мать, хватит воевать, деп өлеңі бар еді. Айтпады, кісі бере салды. Мен қарындасым өткені. Бақыт болсын, мен тыңдап отырған ешкім жоқ. Сізге рахмет.
менің бажаларға сөз берейін. Рахмет. Құрметті қонақтар, мынау сыйлық беретін арнайы уақыт берілетін еді. Сәл сабыр етсеңіздер, тілек тыңдайық. Апамның мынау шыны керек күйеу балдар әдемі тілегін айтып жатқаннан кейін бір сәтке ортаға назар аударайық, тыңдайық. Келіңіздер. Ал қымбатты ағайын, туысқандар, мына бүгін бір керемет той болып жатыр. Үлгілі, өнегелі. Бәрімізге осындай той бұйыртсын. Құдай бұйыртса осындай апамыздың жасын берсін. Той ерекше басталды. Көрдіңіздер, қанша бала қыздары, немерелері. Мен мұндай тойды шын айтсам әлі көрген жоқпын. Сондықтан бәрімізге жұғысты болсын. Апамыздың жасын берсін. Мен бір айтатын, осы тойды ұйымдастырған балалар мен қыздарына мың алғыс. Не деген құрмет, не деген тәрбие деймін да. Даже мына, шын айтсам, мен бүгін көрсеткен мына видеодағы анимацияда керемет, шын айтсам, ойлап тапқан мына немерелер шығар. Соларға мыңда бір алғыс. Құдай бұйыртса осы немерелеріңіз өсіп өніп, солардың қуанышында, төрінде отырып, әлде талай тойды көрейік, Құдай бұйырса. Ағамызға 100 жасасын, әлде жақсылықтардың бәрі алдыда, Құдай бұйыртса. Сіздер әрдайым бізге тәрбие көрсетіп, өнеге көрсетіп келатқан жансыздар. Сондықтан 100 жасаңыздар. Еліміздің, жеріміздің, қазағымыздың тірегі осы біздің апаларымыз, аталарымыз. Осы кісілерге мың алғыс, осындай балаларға, осындай немелерге тәрбие беріп жатқан. 100 жасаңыз. Құдай бұйырса, әлі де тойыңыздың төрінде бәріміз өстіп бас қосып, қуанышты осындай байқайсыздар ма, той көп қой, бірақ бүгінгі дейін бір шағын шақырылғанда ең жақын, ең туысқан адамдар, келген адамдардың бәрі шынайы қуанып жатыр. Сондықтан осындай той көп болсын. Рахмет сізге, 100 жасаңыз. Рахмет. Енді жиендерден келсеңіздер қанеке. Келіңіз әпке. Не дейміз, құрметті қонақтар, бүгін мына төрде отырып, әпшемнің қуанышын бірге бөлісіп жатқандарыңызға рахмет. Мына күйеу дұшпан дейді ғой. Мына бірінші мына күйеулерге сөз бердік. Күйеу дұшпан болмай кетсе, мына қатарынан тұр екенсің деп бастап. Күйеуді сыйлаған халықпыз ғой. Не дейміз, әпше, жаным әпше, алтын әпшем. Мына 80 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз 90 жасаңыз. 90-ның өзі де жақсы. 100 жасасаң, 100-де жасай беріңіз. Не дейміз, жақсылық болсын, көргеніміз той болсын. Бүгін сіздің 80-ге толғаныңызға нағаш жиендер бір басымызды қосып, бір керемет отырыс болып жатыр, қуаныштымын. Анамды еске алып, кішкене толқынып, бәрі де жақсы, аман болайық, жақсылық болсын, көргеніміз той болсын, әрбір атқан таңымыз қуаныш бақыт әкелсін. 80 жасыңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, немере, шөбере, шөпсек сүйіп жүре беріңіз. Әр күніңіз қуанышқа толы болсын. Шалыңыз екеуіңіз әлде де болса өмір сүріңіздер, жарты дүниені көріңіздер. Жақсылықтарыңыз мол болсын, қуаныштарың мол болсын. Сіздерге рахмет, осындай қуанышты бірге бөлісіп отқан. Рахмет. Енді Өмірзақ көкеміздің қара шаңырағында отырған Болат ағамыз 99 сөзін тобықтай түйіндесін. Қалғанымыз енді қосылайық шынында да. Келіңіз аға. Құрметті қонақтар, рахмет, алтын оқтарыңызды бөліп, мынау жасап жатқан тойымызға, қадірлі қонақ болып дастарханымызға келіп отырып жатқандарыңызға мың алғыс. Біреуге жеңге, біреуге апа, біреуге басқа, маған анасыз. Аман болыңыз, деніңіз сау болсын. Сіз отырған кезде, мына отырған менің ағайыным, менің әпшем, жездем, бауырларым бәрі, сәкең көкем тұрған кезде бұлар әшін бала. Сіздер аман болыңыздар. Сіздер тұрған кезде бұлар еркелеп жүреді. Сол сияқты аман болыңыз. Мына бір қалтамдағы бір қап кетіп, баяғы бір шешеме тағам деп едім, тағамай қалып едім, сізге тағып кетейінші. Аман болыңыз. Рахмет. Арнайы анамызға деп мінекей алтын жүзік тағып жатыр. Қошемет соғып қойыңыздар. Рахмет. Ал енді апамызды ортаға алайық, бір жақсы бір есепті суретке түсіп алайық. Құрметті ағайын туыс бауыр болып
бір үйдің баласындай болып келіңіздер. Жақындаңыздар, ортаға жақындаңыздар. Тойларыңыз той болсын, той құтты болсын. Ортаға жақындайық, апамызды ортаға алайық. Керемет кештен керемет естелікке суреткесіп алайық.
бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, балқия, есігін қалған сайыңыз. Балқия, қолдаса билейікші келгенім барқия. Бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, балқия. Ардақты ағайын, баршамыз ортамыздан шыпақ тастаған түрінен ордалайық. Ал енді қадірлі ағайын, мінекей бүгін ұл өсіріп, қыз өсіріп, немере мен шөберенің ортасында балқып шалқып жүрген шақта осында тойымыздың төріне келіп, анамызды қадірлеп 80 жасқа толды деп ағайынның басын қосып той жасап жатқан той иелері ұл қыздары мен немере шөберелерін ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Қанекей атамыздың немере шөберелері ұл қыздары қанекей ортаға келіңіздер. Келіндер келіңіздер, күйеу балалар келіңіздер. Қанекей Қандай күткен қарашы, бақыт деген баласы, құтты болсын тойларың, ардақтады анасы, құтты болсын тойларың, ардақтады анасы. Болғанда болманда, мұндай шаттық болғанда, көрмегенде арманда, көргендерде арманда. Балаңа сыйлаңдар, бір-біріңе меймандар. Рахмет. Жалпы сіздерге тілек емес, сразу би беріп жібергіміз келіп тұр ма, биді көріп. Күшті, той құтты болсын. Рахмет. Әке деген асқартау негіз қуат, ақсу деген анашы негіз бола, Аллахтан соң атанаң разы болса, алдынан ашылады 8 жұмақ дейді. Мінекей бүгін ата-анамызды қадірлеп, анамызды төрге отырғызып, той жасап, ақ батасын алып жатқан баршаларыңызға Алланың нұры жаусын дейміз, тойларыңыз құтты болсын. Ал құрметті апамызды қыздар, осы кісілер жүгірмесе, келіңіздерші ортаға жақындайық. Келіңіздер, немере шөберелері, қыздары, ұлдары, күйеу балдары, келіндер түгелдей ортаға келіңіздер. Тойдың басында гүл ұстап шыққан барлығыңыз келсеңіздер. Рахмет. Рахмет. Апамыз екеуміз ойлап жатырмыз. Осы жоқ ұл қыздардың бәрі қазір небере дегенде ойлап жатырмыз. Той құтты болсын, келіңіздер. Қайсымыздан бастаймыз? Әпшеміз қайда? Үлкен әпшеміз. Замир әпше қайдасыз? Келіңіз. Сыйлықты айтасыздар, оған дейін келер. Әлі сіздер сөйлей берсеңіздер кеп қалар сыйлықта. Замир әпше, келіңіз. Ал құрметті мынау тойға жиналған көпшілік қауым, ағайын, туысқан, бауыр, бөле, жекжат, нағашы, туысқан, мынау тойға анамызды сыйлап келіп отырғандарыңызға үлкен рахмет. Бүгін мынау анамыздың 80 жасын бәріміз қосылып куәгер болып тойлап отырмыз. Бұл өзі бір аяқ астынан болған нәрсе болды. Негізінде тойдың басы үйлену тойдан басталатын еді. Балдарды үйлендіреміз ба, немерелерді қолға келін керек енді. Мына келіндер кәртейді ғой, енді жастауын әкеп берейік дегенбіз ғой. Оған балдар әлі оқимыз, шоқимыз дегесін мақұл, онда 1-2 жыл күте тұрайық деп. Сонымен анамыздың 80 жылын тойлайық енді, болмайды. Балдарды қарап жүреміз ба, 80-ден асып кетеді ғой деп, осылай ұйымдастырған нәрсе болды. Ағайын туған туысқандарын басын қосқысы келді, біздің анамыз көргісі келді, бәрін бір сондай бір жарқырап той істегісі келді. Сіздерге көп рахмет. Осындай анамыздың жасын берсін бәріңізге. Құда қаласа
анашым, айналайын мынау 80-нен секіріп, 90-ға тоқтамай, 100-ге жығылмай ары қарай өтіп кетіңіз. Я құда қаласа мынау ақ бұрымды анадан Ағырбек ана аталдыңыз 80-ге келіп, енді 90-ға келіп, күйеу ана атаныңыз. Ары қарай Алла жазса 100-ді көріңіз. Құда қаласа бізде сіздің аяғыңызды баса берейік. Аллам бізге де сіздің жасыңызды берсін, анашым. Не дейміз? Сіздің алдыңызда басымыз дейміз. Әрбір ақ тал шашыңызға біз қарызбыз, анашым. Ана сізде ақ болсын. Сізге көп рахмет. Мен енді барлық сөз айтып қоймайын, менен кейін де айтатын жақсы лебіздер, жақсы тілектер көп қой. Соларға да қалдырайын. Ары қарай жалғаса берсін, сыйлықты аяғына таман берерміз бәріміз, қазір андай не қылып жібермейік. Ал бүгін мына үлкен тойға жиналған қауым келгендеріңізге қош дейміз. Рахмет, сіздердің де босағаларыңызда, шаңырақтарыңызда осындай үлкен тойлар бола берсін, жете беріңіздер. Мына менің ардақты атам, аяулы анам, міне үлкен мерейтойы болып жатыр. Айтады ғой, немерелері ата-анасына берілген бесплатный дәрі деп та, сол бесплатный дәрілеріңіз көбейе берсін. Әрқашанда біздің асқар тауымыз, айдың көліміз болып, сіздерге еркелеп, бізде сіздер бар кезде бізде жаспыз. Сонда шөбере шөшектер одан да неменеге дейін жетіп, көз алдымызда аққудай болып, қол ұстасып, папам екеуіңіз ұзақ бірге өмір сүріңіздер. Енді мына атамыз болмаса, апамызды білмей, басқа апамыз болып қалар ма енді? Атамыз мына жерде бір шагаттан жерде отыр, енді бірақ келмесе де бүкіл дүниесі мына жүрегімен, жан жүрегімен осы тойдың ортасында отыр деп ойлаңыздар. Сол мына кішкене балаларынан мына үлкен жаңа қайда пакет қайда? Мынау атамызға үлкен балаларына несінен жаңалы пальто несімен жаңағы жейдесімен, мынау апамызға деген велюровый брендовый пальто орамалымен. Мама, папа, сізді біз әрқашанда жақсы көреміз. Сіздерге қарап, осы өмірге деген құштарлығымыз артып, сіздердің қастарыңызда бірге жүргіміз келеді. Ассалаумағалейкум, мынау жиналған көпшілік. Не дейміз, мынау бүгінгі анамыздың 80 жасы құтты болсын, құда қаласа. Мамышқа, құда қаласа 100 жасай беріңіз, әкем екеуміз. Дендеріңіз бірінші байлық денсаулық дейді ғой, деніңіз сау болсын, құда қаласа. Мынау бұл той деген тойға құда қаласа оласа берсін. Бәріңізге де осындай жақсылық той тілеймін. Мынау жиналған көпшілік сіздерге рахметіне келіп, бізді сыйлап жатқандарыңызға мынау. Мама, бірінші байлық денсаулық деніңіз сау болып, құда қаласа жасай беріңіз. Алдымызда ойнап күліп, ортамызда немере шөберлеріңіздің ортаңызында ойнап күліп жүріп, немере шөпшек сүйе беріңіз, құда. Ал армысыз, ағайын туған жекжат, мен немерелердің аттарынан бір тос сөйлей жүрейін, өкпелемейсіңдер ғой, өкпелерім жоқ па? Бәрілердің аттарынан. Ал апа, мама, мен ең былай айтқан кезде мамам десем де болады. Былай айтқан кезде ол апаны айта алмаймын енді, жақсы жақтан былай жүрегіме қатты деген соншалықты. Ау балам, қазір күте тұр, қазір апаңа тос айтып берейін, қайтшағы күте тұр. Болады ғой андай апалар. Футбольный команда ойнап отқан кезде бір адам жетпей қалып, вартаға тұрып беріңізші дейтін апаға. Енді айдамаймын. Любой жерде апам былай бала шағаларының бәрін өзім көріп жатырмын, как үлкен немересі ретінде. Қаншама туысқан әулеттердің бәрінде тойда алды жүріп, былай айтқан кезде бүкіл жағдай жасап беріп жатыр. Сол үшін апа, 18-ге толған жасыңыз құтты болсын. Біз сізді жақсы көреміз.
Ал апа, туған күніңіз құтты болсын. Жасқа жас қоса беріңіз. Мына жаңа Тамал айтып отыр ғой, апалардың ең жаман сөзі деп ше. Өмірімде сіздің ұрысқаныңызды бір ашуланғаныңызды көрген емеспін. Содан вообще еске түспеді. Мынау біз тойда тымалақта жүреміз, сол кезде үлкен кісілер сұрайды, атаң кім, апаң кім деп. Атам осындай жанзақ десең, өте болат кісі болатын, мықты кісі болатын. Қанша ауылда аралап жүріп қойшыларға қарайтын, жаңағыдай мынандай мықты кісі болатын дейді. Сол кісінің болаттылығы бізге жұғысты болған, сіздің сабырлығыңыз бізге жұғысты болған. Сол екі түрлі мінез бізде бар, сіздің ұрпақтарыңыз, сіздерге алғыс айтамыз. Сіздерге қарап, біздің отбасымыз сондай отбасы құрсам екен деп армандаймын. Апам Әлмәшев айтып отырады постоянно. Бір сөзге келген емеспіз, өте еңбекқор. Сол сіздердің еңбекқорларыңыз бізге жұғысты болсын. Сіздерге қарап өсеміз, сізге алғыс айтамыз. Бізді дүниеге алып келгеніңізге рахмет. Енді апамыздың өзі есімін қойған немересі бар екен. Мерей деген ортаға келсінші кәне. Мерей бәсе мына жақтан келіп жатыр, соны ақпаратта осы жақтан келіп жатыр. Ал қадірлі қонақтар, біздің қуанышымызға ортақтасып келгендеріңізге мың алғыс. Ал апам тілегімізді тілеген, еркелігімізді көтерген, біз ауырсақ жаны ауырған, алыс кетсек сағынған асыл әжем менің бүгінгі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Әрқашан осымен оқуға барып келген кезде мені асыға күтіп, сағынып күтіп отырады, келген кезде жылап қалады, көзіне жас алып. Аллам сізге екі дүние бақыт нәсіп етсін, өміріңіз ұзақ болып, ешқашан ауырмаңыз. Құдай қаласа, сіздің ғасырлық тойыңызды да жасай берейік. Жүз жасай беріңіз. Рахмет. Келіңдер қайсыңыз? Ал апа, туғаныңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, төрт көзіңіз түгел болсын. Деніңіз сау болсын. Рахмет, ұялып қалды. Жаңа сіздер негізі подарканы бұлай үйде беруіңіздеріңіздер болады еді, бұлай үйге барып, апамна тойықты бұл, күштеген подарканы. Мынан кімнің беріп келдіңіз, келіңізші мынан. Немерелердің атынан ба? Бет жоғары көтеріп, бір ағайынның тойдың үстіне жасағаннан кейін мақтанып қойып, ой, біздер мынадай немерелердің атынан да бір шулап қоюға болады ғой. Мына арнайы естелік суреттерден мозаика, фотомозаика дейді ғой, шағала құрып қойыңыз кәдеге, құтты болсын. Кім істесе соның сурет көп болады мұның ішінде. Рахмет. Ал, бар ма? Келіңіздер. Біз енді жаңа сыйлығымызды сәл кешірек не қыламыз деп еді, очередіміз келіп қапты. Аяуланашы ма, қыздардың атынан қос білезік. Орамалды Апамыздың екі қолына бірдей қыздардың атынан қос білезік. Үш қолы болғанда үш білезік тағатын еді. Екі білезік, алтын білезік қадірлі ағайын, қошемет ұрып қойыңыздар. Ал келесі тур бір поле чудес басталды өзі. той болғасын әртүрлі осындай церемония көп болады ғой негізінде. Той сонысымен ғана қызық. Біз енді осы тойды атқарып жатқан әке шешеміздің 3 келіні бар, Құдайға шүкір. Біз қыздардың атынан, 5 қыздың атынан қоржын алып келіп едік. Міне қоржынды сол 3 келінге табыстайық. 3 келінге жабатын орамал бар еді, қыздар кән жапсын. Қоржынды өздері тарқата жатар ары қарай. Енді келіндер жағынан келсін дейді. Осы кімнің подаркасы бар, алға қарай келе беріңіздер. Келіңіздер. Құрметті қонақтар, бүгінгі
төрден төрелеп осы біздің қызықшылығымызға келгендеріңізге мың алғыс. Алла тағала екі дүниенің бақытын берсін. Әрқайсыларыңызға осындай жақсылық жосты болсын. 80 жасқа сіздер де жете беріңіздер. Менің анам құсап, Алла бұйыртса құда қаласа немере шөбере сүйіп отыр ғой. Енді неменеге жеткізе берсін. Өзімнің 9 күн көтерген анам болса, бұл кісі тумаса да туғандай қылып, осы неше жыл алақанына салып, жаңа менің өзім анам айтып отыр ғой, құдағи болсақ та неше жыл бір рет іш шай демеппік деп. Осы Қошғаш еліне есігін аттап келін болып келгелі, өмірімде бір рет маған қатты сөйлемеген екен. Осындай аналар көбейе берсін, осы кісінің өнегесін бізге жұғысты бола берсін, осы кісі ұқсап бізге де жақсы қариялықты берсін. Алла бұйыртса, атам мен анам 100 жасай берсін. Той жұғысты болсын. Енді мына біздің семьямыздың атынан анамызға бриллиант комплектіміз бар. Бриллиант комплект тағылып жатыр. О, деп бір шабалаға қойықты қадырлағайын. Той құтты болсын. Қаншама уақыт жаңадан бері айтып жатырмыз, қаншама қиындықтарды өткеріп, қаншама күнді артқа тастап, ұл өсіріп, қыз өсіріп, қызығын көру әрбір ата-ананың арманы. Барлықтарыңызға дәл осындай той жұғысты болсын. Ол қыздарыңыз рахатын көрсетсін. Ал енді әрі қарай бармақ тілек айтамыз ба, келіңіз. Құрметті алтын уақытын бөліп келген біздің мерейтойымызға атсалысқан барлық қонақтарға шын жүректен рахметімізді айтамыз. Біздің анамызды сыйласаңыздар, сіздерді Алла сыйласын. Анашым, осы ұл қыздарыңыздың амандығының арқасында төбеңіз көкке жетіп марқайып жүре беріңіз. Біздің анашымыз бала шағасын баққанымен қоса бүкіл немерелеріне пейнеті сіңген. Құдай қаласа осы пейнеттің зейнетін көрсін, рахатын көрсін, көргені тек той болсын, аман болып 100 жасасын. Енді бәріміз де апамыз жақсы көреміз, оны көрдік. Тойдың басынан бастап мына гүлді беріп жатырмыз, бәріңіз енді басты сыйлығымызды беріп жатырмыз. Бұл енді анамызға деген ең бірінші сіздердің мына перзенттік махаббаттарыңыз өшпесін, сөнбесін. Әрдайым анамызды, әкемізді махаббаттарыңызбен бөліп жүре беріңіз. Апа, аман болыңыз, Құдай қаласа. Тойдан тойға жете беріңіз. Осындай мәуелі бәйтеректей тамырын тереңге жағылған әулеттің тірекшісі, тірегі болып, тілегі болып, жүрегі болып жүре берулеріңізге тілектеспіз. Ал енді құрметті қонақтар, құрметті ұл қыздар, немерелерді енді қарап отырсақ, бәріңіз де мынау апамызды ортаға алып тағы бір суретке түсуге дайын тұрған сияқтысыздар. Келіңіздерші, қанекей бір суретке түсейік. Қанекей жақындайық. Сосын қос немересінің, жиен немерен ма, соның екі қыздың әні бар, соны сіздердің құрметтеріңізбен ортаға шақыратын боламыз. Бір микрофон болса бізге. 1, 2, 3 деп санайым, 3-ке дейін. Енді жастар жағы тұр, әпкелеріміз тұр, бәріміз кәртиіп қалған шайсың жоқ. Құдайға шүкір. 1, 2, 3 деген кезде бәріміз бір айқайлап, дауыстарыңыз фотоға түспеуі мүмкін, бірақ сіздердің настроенияларыңыз түседі. Сондықтан бәріміз қолымызды көтеріп бір айқайлап, бір басқаша сурет болсын, ал олай болса, кеттік. 1, 2, 3. Тағы да бір. 1, 2, 3. Бәсе бәріміз ойлады, ерте суретті көрді. О, 80 жас тойдан күшті екен дейді. Ал олай болса, қос немеренің әдемі әнмен баршаларыңызды ортаға шақырамыз. Немерелердің әнінен кейін би болады, қадірлі ағайын. Аяқтарыңыз талмасын, той құтты болсын. Қанекей, қос немере қайда?